Сәлеметсіздер ме, құрметті вебинарға қатысушылар. Сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Өзімді таныстырайын. Менің аты жөнім Махадиева Әсел. Астана қаласы Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогі болып табыламын. Мен анық көрініп, жақсы естіліп тұрмын ба? Чатқа қосу таңбасын қоюларыңызды сұраймын. Рахмет. Егер экрандағы менің бейнем сіздерге кедергі болса, көрсетті кез келген жаққа жылжытсаңыздар болады. Және де сіздерден микрофондарыңызды өшіруді сұраймын, маған да сіздерге де кедергі келтірмес үшін. Рахмет. Қатысушыларымыз қосылып жатыр, алғыс білдіреміз. Арасында сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Экранда көрсетілген, егерде чатқа сұрақ жолдап үлгермесеңіздер, экранда көрсетілген менің электронды поштама жолдасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Жақсы, олай болса, бүгінгі абатерапия үлкен тақырып аясындағы кезекті вебинарымыз аутистік спектр бұзылысы бар баланың жағымсыз мінез-құлқын қалай түзейміз деген вебинарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі вебинарымызда жоспарында келесі сұрақтарды талқылайтын боламыз. Жоспарда мінез-құлық дегеніміз не? Жағымсыз мінез-құлықтың пайда болу себептері, баланың жағымсыз мінез-құлқын түзету жолдары, жағымсыз мінез-құлықты түзетуде пайдаланылатын қосымша құралдарды талқылаймыз. Алдыңғы вебинарда сіздермен мінез-құлық дегеніміз не? Осы тақырыпта талқылаған болатынбыз. Еске түсіріп қайталап өтсек, сонымен мінез-құлық дегеніміз не? Чатқа өз ойларыңызды жазсаңыздар. Жақсы, естеріңізге түсірейін. Мінез-құлық дегеніміз тірі ағзаның объективті түрде бақылауға және өлшеуге болатын кез келген әрекеті. Бала төбелеседі, бала сурет салады, бала тамақтанады, яғни мұның барлығы адамға тән жүріс-тұрыстағы мінез-құлық болып табылады. Қалай ойлайсыздар? Жағымды және жағымсыз мінез-құлық дегеніміз не? Біз сіздермен адамдар қауымдастығында белгіленген жүріс-тұрыс, мінез-құлық нормалар мен ережелерді сақтай отырып өмір сүреміз. Яғни жағымды мінез-құлық дегеніміз баланың қоршаған ортада болып жатқан кез келген құбылыстарға, оқиғаларға адекватты түрде қабылдап жауап беруі. Мысалы, экранда көріп отырғандарыңыздай бала ойнауы, баланың партада отыра алуы, баланың күлуі, бұның барлығы, яғни бала қоғамдық ортаға сай іс-әрекет етуде. Ал жағымсыз мінез-құлық дегеніміз аутистік спектр бұзылысы бар балада қоғамдық ортадағы кез келген жағдайға тез ашуланып, өзін ұстай алмай агрессивті мінез-құлық көрсетуі. Яғни бала айқайлайды, тістейді, балалардың төбелесуі. Сонымен қатар бұл мінез-құлықты бүгін сіздермен өрістік, проблемалық, орынсыз деп те атаймыз. Вебинар барысында осындай синонимдерді қолданатын боламыз. Құрметті қатысушылар, осылайша біз сіздермен бірінші кіріспе вебинарда мінез-құлық дегеніміз не, жағымды, жағымсыз мінез-құлықты туындау себебін, ең алдымен қарым-қатынас тәсілі екенін білдік. Енді вебинарымыздың, яғни әсіресе аутистік спектр бұзылысы бар бала үшін жағымсыз мінез-құлықты көрсету ересек адамдардың назарын өзіне аудартудың
және де қажеттіліктерін сұрап жеткізудің жалғыз тәсілі екенін анықтадық. Яғни олай болса, жоспарымыздың келесі сұрағына өтсек, жағымсыз мінез-құлықтың пайда болу себептері. Көп жағдайда ата-аналарға баланың жағымсыз мінез-құлқын анықтау қиынға соғып жатады. Мысалы, көріп отырғанымыздай, ата-анасы сөйлесіп отыр, бала кенеттен айқайлап, айналасындағы заттарды лақтырып, өзін ұрып жатса, ата-ана баласына кішкентай, тым ерке деп қарайды. Бірақ біз сіздермен аутистік спектр бұзылысы бар бала бұл жағдайда өзіне айналасындағы адамдардың назарын аудартқысы келіп тұрғанын жақсы түсінеміз. Сондай-ақ аутистік спектрінің бұзылыстары бар бала жағымсыз мінез-құлықты төмендегі іс-әрекеттер түрінде көрсетуі мүмкін. Ол тыңдамау, гиперактивті, агрессия көрсету арқылы, аутоагрессия және де аутостимуляция. Яғни осыларға жеке тоқталсақ, бірінші ол тыңдамау. Яғни бала берілген нұсқауларды орындамау, ересек адамға әдейі түрде назар аудармау арқылы көрінеді. Гиперактивті мінез-құлық баланың шектен тыс қимылдап, үстелден жиі тұрып кетуі, отырғызу қиынға түсуі мүмкін. Агрессия көрсету, яғни балада қатты дауыстап жылау, ойыншықтарды немесе заттарды бағытталған түрде лақтырып сындыру. Яғни басқа адамдар тістеп, ұрып, зиян келтіруді айтамыз. Аутоагрессия, яғни өзіне бағытталған агрессия. Бала өз денесін физикалық жарақаттауы, яғни еденге құлауы мүмкін, басын еденге не болмаса қабырғаға ұруы мүмкін, қолын тістеуі мүмкін. Аутостимуляциялық мінез-құлық балада рахаттану сезіміне бөлену, не болмаса өзін тынышталдыру мақсатында заттарды оральды түрде зерттеуі, яғни аузына салып жалап, сору мүмкін. Бар денесімен алға, артқа тербелуі, көз алдында саусақтарын қозғалтып, өзін не болмаса өзге адамдарды иіскеуі мүмкін. Білеміз, баланың жағымсыз мінез құлқындағы жүріс-тұрысын өзгерту оңай шаруа емес. Басқа ата-аналар сияқты сіздер де баланың жағымсыз мінез-құлқын өзгертуге тырысып, оң нәтижеге жетпеген соң, мұны өзгерту мүмкін емес деп ойларсыздар, бірақ бұл қате пікір. Себебі аутистік спектр бұзылысы бар балаға дағдыларды үйрету үшін ең алдымен орынсыз, яғни жағымсыз мінез-құлықты түзету керек. Ойланып көрейікші, жағымсыз мінез-құлықты қалай анықтауға болады? Ол үшін себеп, мінез-құлық, салдар ережесін қолдануымызға болады. Яғни анықтап талдау жасайтын болса, бала осы жағымсыз мінез-құлық орын алмай тұрып, басқа жағдайдың түрткі болғанын аңғарамыз. Сондықтан, егер балаларыңыз орынсыз мінез-құлық көрсетсе, баланың сізге мұнымен не айтқысы келген, жағымсыз мінез-құлыққа не себеп түрткі екендігіне мән беріңіз. Ол үшін жаңағы айтып өткен себеп, мінез-құлық, салдар ережесін қолданған дұрыс. Мұндағы себеп жағымсыз мінез-құлыққа түрткі болған жағдай. Ал мінез-құлық осы жағдайға баланың және сіздің іс-әрекетіңіз. Салдары баланың жағымсыз мінез-құлық көрсету арқылы қол жеткізетін нәтижесі болып табылады. Ойланып қарасақ, мысалға, әуенді өшіреміз, бала жылап айқайлайды, слайд
әуенді қосамыз, бала жылауын тоқтатады. Яғни сіздің ойыңызша бұл қолайсыз мінез-құлыққа не түрткі болып тұр? Әрине, әуенді өшіру мінез-құлықтың туындауына себеп. Мұндағы мінез-құлықтың салдары біздің іс-әрекетімізге әсер етеді. Ересек адам әуенді қайта қосып еді, бала жылауын бірден тоқтатты. Бұл мысалда бала жағымсыз мінез-құлық, яғни жылау арқылы өзінің қалаған нәрсесіне қол жеткізді. Балада әрдайым қалаған нәрсеге одан да қаттырақ жылау арқылы қол жеткізуге болады деген ойды қалыптастырамыз. Бірнеше мысалдарды қарастырып өтейік. Мысалы, экранда көріп отырғандарыңыздай, бала біраз уақыт ойнап отырады, кенеттен кішкентай қарындасының шашынан тартады. Анасы ашуланып, баланың көңілін жаңа ойыншықпен алмастырды. Яғни жағдайды үдетпес үшін балаға жаңа ойыншық берді. Жағымсыз мінез-құлықтың себебі неде деп ойлайсыздар? Яғни бір қарағанда бәрі дұрыс, анасы баласына ұрсып жазалады. Дегенмен бала біраз уақыт бір ойыншықпен ойнап отырды. Ал осы сәтте анасының назары кіші қызында болды. Осы жағдайды басқа жағынан алып қарасақ, анасы баланың жағымсыз мінез-құлқына мән беріп, ескеріп, жаңа ойыншықты берді. Осылайша болашақта бала жағымсыз мінез-құлық көрсету арқылы өзінің қалаған затын, анасының назарын өзіне аударта алатынын біледі. Келесі мысал, егерде сіз телефонмен сөйлесіп жатқан уақытта бала ашуланып, жылайтынын байқасаңыз, алдын ала баланың назарын аудартатын, ұнайтын заттарын дайындап қойыңыз. Бірақ телефонмен сөйлесу сағаттарға созылмауы қажет. Себебі мұндай жағдай аутистік спектр бұзылысы бар балада ғана емес, сондай-ақ қалыпты балада да жағымсыз мінез-құлық тудыртады. Келесі, бала қызығушылық танытпаған іс-әрекетті басқа түрмен алмастыру қажет. Яғни бала жағымсыз мінез-құлықты зеріге бастаған кезде көрсетуі мүмкін. Бұл жағдайда баланың назарын басқа іс-әрекетпен алмастыру қажет. Бірге серуендеңіз, балаға қызықты ойындарды ұсынсаңыз болады. Сонымен сіздермен жағымсыз мінез-құлықтың қандай көрініс беретінін әр жағдайда қарастырдық және жағымсыз мінез-құлықты себеп, мінез-құлық салдар ережесіне сүйеніп, кез келген жағдайды бірден емес әрине, уақыт өте келе балаңыздың жағымсыз мінез-құлқын түзетуге болатынын білдік. Сіздерде себеп, мінез-құлық, салдар ережесіне қатысты сұрақтар болса, қоюларыңызға болады, жауап беремін. Жақсы, уақыттың шектеулігіне байланысты келесі сұраққа өтейік. Баланың жағымсыз мінез-құлқын түзету жолдары. Яғни себеп, мінез-құлық, салдар ережесіндегі себептерге тоқталайық. Жағымсыз мінез-құлықтың пайда болу себептері ол назар аударту, бас тарту, қалаған затқа қол жеткізу, сенсорлық стимуляция арқылы көрінеді. Яғни мінез-құлықтың қолданбалы талдауында бұл себептерді мінез-құлық функциялары деп атаймыз. Осы себептерді жеке-жеке қарастырайық. Бірінші ол назар аударту.
Мысалы, экранда көріп отырғанымыздай, ана үй шаруасымен айналысып жүр. Осы кезде бала дауыстап жылайды. Анасы оны үстелге отырғызып, өз шаруасын жалғастыруда. Дегенмен бала әлі де жылауын тоқтатқан жоқ. Яғни, баланың жағымсыз мінез құлқындағы себеп анасымен қарым-қатынас жасау тәсілі. Бала жылау арқылы анасының назарын өзіне аудартуда. Бұл жағдайда не істейміз? Түзету жолдары. Біріншіден, балаға алдын ала жиі назар аудартатындай жағдайлар жасау қажет. Яғни, тамақ істеудің алдында баламен бірге ойнап, көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Сондай-ақ бала өзіне көңіл аудартуды дұрыс сұрап үйретуге. Яғни, жылау арқылы емес, сұрай алу арқылы назар аудартуды үйретеміз. Егер бала сөйлей алмайтын болса, қарым-қатынастың альтернативті түрі PEX карточкалар арқылы баланы сұрауға үйретуге болады. Және де бала өзін жақсы ұстаған кезде қошеметтеп, мадақтап отыру қажет. Бұл жағдайда не істемеу керек? Яғни, көптеген ата-аналар баланың мінез құлқын елеп, дауыс көтеріп, декіп жатады, нұсқаулар беріп жатады. Бұл дұрыс емес. Балаға бұл уақытта белгілі бір уақыт назар аудармаған дұрыс. Егер бала назарыңызды өзіне аудартқысы келсе, баланың отырған орны, айналасындағы заттар қауіпсіз екендігіне көзіңіз анық жетіп тұрса, онда балаға көңіл бөлмегеніңіз дұрыс. Бұл мінез құлық оған көмектеспейтінін түсінсін. Яғни, балада тек жағымды мінез құлықты ғана мадақтау қажет. Екінші себеп ол белгілі бір жағдайда немесе тапсырмадан бас тарту, жалтару немесе. Мысалы, анасы балаға бір затты алып келуін өтінген кезде, бала кенеттен анасын құшақтап сүйе бастайды. Осылайша ол тапсырманы орындаудан бас тартып тұр. Немесе басқа бір жағдай. Сабақ кезінде бала карточкаларды үстелден лақтыра бастайды. Бұл баланың сабақты тоқтату үшін жасаған іс-әрекеті. Бұл жағдайда не істейміз? Түзету жолдары. Тапсырманы орындаудан бас тартудың себебін анықтау керек. Мүмкін тапсырма балаға қиын, немесе тым ұзақ болуы мүмкін. Бұл кезде тапсырмаға түзетулер енгізген дұрыс. Сондай-ақ тапсырманы жеңілдету үшін баланы үзіліс сұрауға үйретеміз. Егер балада сөйлеу тілі қалыптасқан болса, ауызша сұрап үйретеміз. Және бұл жағдайда не істемеу керек? Тапсырманы тоқтатуға болмайды, физикалық күш қолданбаймыз, түрлі заттарды балаға ұсынбаймыз, және өз талаптарыңызды өзгертпеңіз. Тапсырманы орындату кезінде өз талаптарымызды өзгертпейміз. Әрине, алғашқы кезде баланың мінез құлқы үдеп кеткендей болады, ол айқайлап, тепкіленіп, заттарды лақтыру мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Баланың жағымсыз мінезіне ең бастысы сын айтпаңыз. Уақыт өте келе бала сіздің тапсырмаларыңызды орындайтын болады. Келесі жағымсыз мінез құлықтың бір себебі ол қалаған затына қол жеткізу. Мүмкін сіздер дүкенде айқайлап, жылап, өзінің алғысы келген ойыншығы, немесе тәттісіне анасын сүйрелеген баланың көрінісін көрген боларсыздар. Мысалы, бала сізден шоколад әперуіңізді айқайлап, жылап талап етеді. Егер сіз осы кезде оған шоколадты беретін болсаңыз, балада жағымсыз мінез құлықтың түрін бекітеді.
және баланың ырқына жығылатын болсаңыз, бала жылауын одан әрі күшейте түседі. Бұл жағдайда не істемеу керек? Баланы дұрыс, яғни дұрыс мінез-құлық көрсете отырып, қажетті затты сұрап үйретеміз. Бала теріс мінез-құлық көрсеткен жағдайда, ол жылау, айқайлау, тепкілеу, сұраған затын беруге болмайды. Яғни жағымды мінез-құлық үшін баланы мадақтауды естен шығармаймыз. Келесі мінез-құлықтың себебі ол сенсорлық стимуляция. Саусақтарын сағаттап санап, кез келген заттарды жалап, немесе теңселіп отыратын балаларды көрген боларсыздар. Мұндай стереотипті жағымсыз мінез-құлық аутистік спектр бұзылысы бар балаға физиологиялық ләззат сыйлайды, немесе бала өзін тынышталдырады. Стереотипті мінез-құлықтың түрлеріне келер болсақ, олар көру, есту, тактильді, вестибулярлы, дәм сезу, иіс сезу және де пропрецептивті болып бөлінеді. Осыны мінез-құлық түрлеріне, стереотипті мінез-құлық түрлеріне жеке-жеке тоқталсақ, көру арқылы, яғни бала жарықтың көздерін бақылап, немесе көз алдында саусақтарын манипуляция жасау мүмкін. Есту арқылы, қалаған құлағын жауып, қалаған нәрсесін есту арқылы, құлағын бір жауып, бір ашу, немесе саусақтарын дыбыс шығару арқылы сыртылдатуы мүмкін. Тактильді ол дене мүшелері немесе заттардың беткі қабатына үйкелеу арқылы көрінеді. Вестибулярлы дене мүшелерін немесе алдыға артқа теңселу, немесе секіру арқылы көрінеді. Дәм сезу арқылы ол заттарды жалау, оральды түрде зерттеу мүмкін. Иіс сезу арқылы адамдарды немесе заттарды иіскеу. Және де пропрецептивті, яғни қатты құшақтағанды, езуді, немесе белгілі бір қалыпты ұнататын балалар. Мысалы, бала арлы-берлі теңселіп отыруы мүмкін, ал келесі бір бала үстел үстінде шетіне аяғын соғып алып, тізесін уқалап отырады. Осы екі жағдайда олар өзіне назар аударту, немесе тапсырманы орындаудан қашу мақсатында емес, бұл қимылдар оларға ләззат сыйлағандықтан істеп отыр. Сондықтан бұны мән бергеніміз жөн анықтап. Бұл жағдайда не істемеуіміз керек, яғни түзету жолдары. Жағымсыз мінез-құлықты өзге іс-әрекетке бұру қажет. Балаға қосымша мотивациялық факторларға қол жеткізуге мүмкіндік береміз. Мысалы, бала бар денесімен тербелуді ұнататын болса, оған тербелетін орындықты немесе әткеншекті ұсынамыз. Ал егерде бала саусақтарын санауды жақсы көретін болса, кинестетикалық құм, үрме бұршақ немесе түрлі домалақ ойыншықтарды ұсынып ойнатуымызға болады. Сонымен, құрметті қатысушылар, жағымсыз мінез-құлықтың негізгі 4 себебін қарастырдық. Енді осы 4 мінез-құлық түрлерінің себептерін салыстырып көрейік. Көріп отырғанымыздай, бала жылау арқылы бір кез келген заттан бас тартуы, немесе өзіне назар аудартуы, қалауына қол жеткізуі мүмкін. Қалыпты жағдайда дамып келе жатқан бала бұндай жағдайда мінез-құлықты өсе келе қояды. Себебі ол қоғамдық пікірмен санаса бастайды. Яғни дүкенде жылау дұрыс емес екендігін түсінеді. Бірақ аутистік спектрінің бұзылысы бар бала үшін
Бұл жағдай тіпті басқаша сипатта болуы мүмкін. Көріп отырғанымыздай, мінез құлық формасы біреу, яғни жылау, болғанмен ол себебі әртүрлі. Яғни мұндағы біздің мақсатымыз жағымсыз мінез құлықтың себебін анықтау үшін жалпы ақпарат жинап, және де жағымсыз мінез құлықтың нақты себебін анықтау, және де жағымсыз мінез құлықты түзетуге ықпал жасау. Ол үшін баланың жүріс-тұрысына, жағымсыз мінез құлқындағы жүріс-тұрысына деректер жинап, кесте толтырамыз. Себеп, мінез құлық, салдар ережесін қолданып, бала көрсеткен жағымсыз мінез құлықтың уақытын, күнін анықтай аламыз, яғни себебін анықтауға тырысамыз. Мысалы, экранда көріп отырғандарыңыздай, бала 15 күні балаға ойыншығын жина деп айтады, уақытта ол 5 минутқа созылған. Мұндағы себеп бала ойыншығын жина деп айтты ересек. Мінез құлық бала басын еденге соғып, ересек адамды тістеуге тырысты. Салдары мұндағы бала ойыншығын жинамай бөлмеден шығып кетті. Бала келесі күні, яғни екінші күні, педагог сабақ оқимыз деп балаға нұсқау береді. Мұнда баланың мінез құлқы жылап, айқайлай бастайды. Салдарында бала басқа бөлмеге қашып, сабақ ортасынан тоқтатылды. Яғни бұл жерде немесе үй жағдайында балаға тамағыңды іш, аяқ киіміңді ки, ұйқыға жат, заттарды жинауға көмектес деп нұсқау бергенде бала жылап қашатын болса, бұл мінез құлықтың себебі, яғни функциясы тапсырманы орындаудан жалтарып тұр, қашу деп білеміз. Осылайша бақылау сіздерде күндер немесе апталар, айға созылуы мүмкін. Себебі жағымсыз мінез құлықты анықтау ұзақ процесс. Сіздер мінез құлықтың нақты функциясын анықтап алғаннан кейін ғана баланың мінез құлқына дұрыс себебін анықтап, дұрыс өзгерте аласыздар. Жақсы, жоспарымыздың келесі сұрағына көшейік. Ол жағымсыз мінез құлықты түзетудегі пайдаланылатын қосымша құралдар. Яғни жағымсыз мінез құлықты түзетуде қосымша құралдарды қолдануымызға болады. Олар алдымен содан кейін принципі, күн тәртібі визуалды кестесі, әлеуметтік хикаялар және де таймер. Әрқайсысына жеке тоқталайық. Алдымен содан кейін принципі, яғни күнделікті өмірде біз сіздермен бұл принципті үнемі қолданамыз. Мысалға, алдымен түскі ас жеп ал, содан кейін тәтті жейсің. Алдымен үй жұмысы, содан кейін мультфильмдерді көреміз. Алдымен қолыңды жу, экранда көріп тұрғаныңыздай, содан кейін алмұртты жейсің. Бұл принциптің тиімділігі неде? Бала сізбен серіктесе отырып, тапсырманы орындау арқылы ынталандыратын затқа қол жеткізеді. Яғни, бала бөлмедегі ойыншықтарын жинастырмаса, сыртқа серуендеуге шықпайтынын түсінеді. Яғни, бұл принципті ұстансаңыз, уақыт өте келе оң нәтижеге қол жеткізесіз. Келесі, ол күн тәртібі визуалды кестесі. Аутистік спектр бұзылысы бар бала өзін қалыпты сезіну үшін нақты күн тәртібін құрастырғанымыз дұрыс. Күн тәртібі баланы белгілі бір реттілікке үйретеді. Оны визуалды жасап, баланы біртіндеп үйретеміз. Қажет болған жағдайда түзетулер енгіземіз. Кейбір балалар күн тәртібіндегі өзгерістерді айтпағанда, заттардың орнының ауысуын өте ауыр қабылдайды.
Сондықтан күн тәртібіндегі өзгерістерді барынша минималды түрде өзгерту қажет. Келесі ол әлеуметтік хикаялар. Балалар, аутистік спектр бұзылысы бар бала суреттегі әлеуметтік хикаяларды жақсы қабылдайды. Мұндағы суреттер балаға нақты жағдайда өзін қалай ұстау керек, не істеу керек екендігін түсіндіреді. Әлеуметтік хикаяға мысалға мен өзімді адамдарды тыңдамаған кезде жағдайын алып көрейік. Адамдарға қарау өте маңызды. Олар мені шақырған кезде мен оларға назар аударуым керек. Кейде ересек адамдар мен білуге тиісті маңызды жайттарды айтады. Ересек адамдар менімен сөйлескен кезде мен оларды тыңдайтын боламын. Немесе келесі мысал, экранға назар аударайық. Ашуланғанда мен анамды ұрамын, анам көңіліне алады, біреуді ұрғың келсе өзіңді тоқтату керек, мен қолымды жинап аламын, 5-ке дейін санап, терең демалып, өзімді басамын. Яғни мен өзімді жақсы ұстасам, анам бақытты. Яғни осындай тізбектелген баланың білуге тиіс әлеуметтік хикаялар арқылы оның мінез құлқын түзейміз. Және де әлеуметтік хикаялар әр балаға жеке жазылады. Әлеуметтік хикаяларға қатысты сіздермен келесі вебинарларда толық ашатын боламыз. Келесі құралымыз қосымша ол таймер. Таймер не үшін қажет? Таймерді іс-әрекетті ауыстырғанда бала жағымсыз мінез құлық көрсетсе қолданамыз. Яғни 5 минуттан кейін балаға таймерді қосып ескертуімізге болады. Мысалы, бала ұзақ уақыт бір ойыншықпен ойнап отыр, енді келесі іс-әрекетке көшу керек. Таймерді қосып балаға ескертесіз. 5 минуттан кейін ойыншықты маған бересің, сабақ оқимыз. Болмаса 5 минут өткенде таймерді балаға көрсетіп, ойыншықты қолынан аламыз. Мысалға 15 минут мультфильм көресің, содан кейін сабақ оқуға кірісеміз деп айтуыңызға болады. Яғни сіздің міндетіңіз қорыта келгенде балаға дұрыс жолмен сұрап үйрету. Мінез құлықты басқарудың алтын ережесі мадақтау және елемеу. Бала әрдайым өзін жақсы ұстаған кезде мадақтап, назарыңызды аудару қажет. Сонда бала өзін жақсы ұстауға үйренеді. Ал жағымсыз мінез құлқына назар аудармай елемеген дұрыс. Енді сіздермен аңдатпа аутистік спектр бұзылысы бар балаға дағдыларды үйрету үшін ең алдымен жағымсыз мінез құлықты түзету керек екендігін бүгінгі вебинарда білдік. Келесі вебинарда сіздермен оқытудың әдіс тәсілдері жайында талқылайтын боламыз. Яғни аутистік спектр бұзылысы бар баланы оқытудың әдіс тәсілдері. Бүгінгі вебинар жайында сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Көрсетілгенде чатқа сұрақ жолдап үлгермесеңіздер, ертеңге дейін маған электронды поштама сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Сұрақтарыңызды күтудеміз.
Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, аутистикалық спектрінің бұзылысы бар баланың жағымсыз мінез-құлқын қалай түзейміз тақырыбында талқылаған вебинарымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Барлық ата-аналарға балаларын тәрбиелеуде табыстар тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.